Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын әрі жұп-жұмсақ бақлавалар рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ маргаринімізді саламыз. Үстінен өлшеніп алған ұнымызды салып, жақсылап араластырып, біркелкі массаға келтіріп аламыз, яғни уатып аламыз. Мінекей видеода көрсетілгендей етіп дайындап аласыздар дағы алып қоясыздар. Басқа бір ыдысымызға қаймағымызды, үстінен жұмыртқамыздың сарысын салып, және де шай қасықта сода немесе разрыхлитель салып араластырып, маргаринді массамыздың үстіне құятын боламыз. Осылай құйып алғаннан кейін жұмсақ қамыр илетін боламыз. Қамыр жұмсақ болу керек, сол кезде біздің бақлавалар өте керемет болып шығады. Егер тәттіні жақсы көретіндеріңіз болса, қамырға аздап қант қосып жіберсеңіздер де болады. Мінекей осылай қамыр илеп болғаннан кейін 5 бөлікке бөліп 20-30 минутқа тындыратын боламыз. Ол арада салмасын дайындап аламыз. Салмасына жұмыртқаның ағы, жұмсақ маргарин немесе сары майды саламыз. Үстінен қант, аздап ұн, мейіз және де майдаланып алынған жаңғағымыз салып, салмасын дайындап аламыз. Егер салмасы сіздерде кішкене сұйықтау болып қалатын болса, ұн салып жіберсеңіздер болады. Мінекей осылай салмасын дайындап алғаннан кейін тынған қамырымызды жайып шығатын боламыз. Осылай жұқа етіп жайып аламыз. Видеода көрсетіп өттім. Жұқалау етіп жайыңыздар. Мінекей осылай жайып алғаннан кейін ішіне салмаларын салып, тығыздау етіп орап шығатын боламыз. Және де екі шетін қолымыздың көмегімен осылай жауып, барлығын түйіп аламыз. Түйіп алған қамырларымыз үстіне біркелкі етіп жұмыртқа жағып шығыңыздар. Жұмыртқа жағып болғаннан кейін пышақтың көмегімен орталарын кесіп шығыңыздар. Ол ішінің жақсы пісуіне көмектеседі, сондықтан үстлерін осылай пышақтың көмегімен аздап кесіп шықсаңыздар болады. Осылай кесіп шыққаннан кейін үстіне өз қалауларыңызға қарай әрлейсіздер. Мен аздап күнжіт сеуіп шықтым. Және де духовканы алдын ала қыздырып қойсаңыздар болады. 170-180 градустарда пісіріп алатын боласыздар. Мінекей біздің бақлавалар дайын болды. Үстіне мен мұнда медқа кішкене су араластырып жағып шықтым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай сироп немесе мед жақсаңыздар болады. Осылай беті әдемі болып жылтырап тұру үшін осылай мед пайдаландым. Және де осылай бақлаваларды кесіп шықсаңыздар болады. Қамыр өте керемет болып шығады. Жұп-жұмсақ, қатпайды. Мінекей осылай ауызда еріп шығатындай болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп, осы видеомен рецептпен жасап көрсеңіздер, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.